кеш, бүгінде еңбек етіп жалақы алып жүрген тұрғындарымыз қартайған шағында лайықты өмір сүрулері үшін зейнетақы қорына жарна аударуға міндетті. Зейнетақы жүйесі үнемі жаңғырып отырады. Оған енгізілген өзгерістерді дер кезінде ұғынып алатын болсақ, қартайғанда өкінбейтініміз анық. Армағайын, міндетті зейнетақы жарналары жинақтаушы зейнетақы жүйесі аясында 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізілді. Оның көлемі жұмыскердің айлық табысының 10%-ын құрайды. Жарналарды зейнетақы қорына салық агенттері, яғни жұмыс берушілер ай сайын аударып тұрады. Ал жұмыс беруші дегеніміз зейнетақы заңнамасында айқындалған тәртіппен міндетті зейнетақы жарналарын есептейтін және қорға аударатын жеке немесе заңды тұлға. Міндетті зейнетақы жарналарының мөлшері тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының 10%-нан кем болмайды және 50 еселенген мөлшерінің 10%-нан аспайды. Биыл ең төменгі жалақы 42.500 теңге, оның 10%-ы 4.250 теңге. Ал ең төменгі жалақының 50 еселенген мөлшері 2.125.000 теңге, оның 10%-ы 212.500 теңге. Міндетті зейнетақы жарналарын есептеу үшін алынатын ең жоғарғы жиынтық жылдық табыс тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі жалақының 50 еселенген мөлшерінің 12 айға көбейтілген көлемінен аспауы тиіс. Егер жұмыс берушілер міндетті зейнетақы жарналарын уақытылы аудармайтын болса, онда ол жарналарды уәкілетті орган белгіленген қайта қаржыландырудың 1,25 еселенген мөлшерлемесі көлемінде мерзімі өтіп кеткен әрбір күн үшін есепке жазған өсімпұлмен бірге жұмыскерлерінің пайдасына аударуға міндетті. Зейнетақы жарналарының қорға уақытылы және толық көлемде аударылуын мемлекеттік кіріс органдары жіті қадағалайды және қажет жағдайда жұмыс берушіден өндіріп ала алады. Бүгінде әлемнің 60 елінде Қазақстанның елшіліктері мен консулдықтары жұмыс істейді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес Қазақстандағы халықаралық ұйымдардың өкілдіктерінде, шет мемлекеттердің елімізде тіркелген дипломатиялық өкілдіктерінде және консулдық мекемелерінде жұмыс істейтін Қазақстан азаматтары, сондай-ақ еліміздің тыс жерлерінде жұмыс істейтін отандастарымыз міндетті зейнетақы жарналарын төлеуге құқылы, бірақ міндетті емес. Бұл азаматтар үшін міндетті зейнетақы жарналары алатын табыстың 10%. Бірақ ең төменгі жалақының 10%-нан кем болмайтын және 50 еселенген мөлшерінің 10%-нан аспайтын мөлшерде белгіленеді. Жарналарды қордағы зейнетақы шотына аудару үшін олар банктерге немесе банк операцияларын жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарларға қолма-қол ақшамен төленеді. Бұл ретте Қазақстанның шетелдік мекемелерінде дипломатиялық қызметте жүрген отандастарымыздың міндетті зейнетақы жарналары жалақының толық мөлшерінен ұсталынады. Егер сіз Қазақстан аумағында орналасқан шетелдік компанияда жұмыс істейтін болсаңыз, онда ол сіздің айлық табысыңыздан міндетті зейнетақы жарналарын ұстап, зейнетақы қорына аударуға міндетті. Бұл ретте Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар Қазақстан азаматтарымен бірдей зейнетақымен қамсыздандырылу құқығын пайдалана алады. Осы жылдың алғашқы жарты жылдығының қорытындысы бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында зейнетақы жарналарын есепке алу бойынша ашылған шоттардың жалпы саны 10,5 миллион бірлікке жуықтады. Ал 2019 жылдың алғашқы жарты жылдығында келіп түскен міндетті зейнетақы жарналарының сомасы 442,5 миллиард теңгеден асты. Бұл 2018 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда шамамен 27%-ға жоғары. Айта кетелік, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына міндетті зейнетақы жарналарын төлеуден зейнеткерлік жасқа толған азаматтар, бірінші және екінші топтағы мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген жандар, әскери қызметшілер және әлеуетті құрылым қызметкерлері мен еңбек сіңірген жылдары үшін зейнетақы алатындар босатылады. Бұл ретте бірінші және екінші топтағы мүгедектігі мерзімсіз болып белгіленген жандардың өтініштері бойынша қорға міндетті зейнетақы жарналарын төлеу одан әрі жалғасуы мүмкін. Осылайша қордағы жеке шотыңызға міндетті зейнетақы жарналарын уақытылы және толық көлемде аударып отыру, жинақтарыңыздың көлеміне сәйкесінше болашақ зейнетақыңыздың қомақты болуына оң әсерін тигізеді. Әзірге айтарым осы, келесі кездескенше күн жақсы.